Екі шакала елдер. Чайка. Жап дедім ғой сен екеуің ауыздарыңды. Бүгін таңертең жауып тастап бұғаттап не үшін ашқызына бұл екеуің. Жапсын үнін өшіріңдер үкімет адамдар. Әлдерің келмей ме сол екеуіне? Үнін өшір де ол вообще оған. Үнін өшірсін. Менде адамдар дайын тұр. Мен жыныма тимесін. Мен елім үшін просто үндемей отыр едім. Өшір үніңді. Өшір үніңді. Баян мен Динара. Кім едіңдер сендер? Қазақстанды ластайтын, лайлайтын, ұласа елдер. Ұласа елсіңдер екеуің. Жұрттың бәрін қызықтырып, қызылды жасылмен бүкіл қазақтың ар-намысын әйелдердің жаман жолға итермелеп жүрген. Жап аузыңызды. Жап дедім ғой сен екеуің. Жабыңдар ана үкіметтің адамдар. Көзін құртыңдар ана екі әлі. Дыбысын шығарушы болмасын. Одан да қазақша сөйлеп дұрыс жолға түссін. Жан керек болса. Картофын жарам мен онда. Картофын жарып берем мен бір жолата. Өзімен бірге алып кетем еще. Вот неге. Солай, менімен ойнамасын. Мен ешқашан өтірік айтпаймын. Бәрі шындық менде. Шындық. Аузын жап дена. Отырсын алға. Бір жеріңді қыс деу. Көп құтырмасын екеу. Орысша айтқанда житіне надоело, наверное, екеу. Тайраңдап болған шығар екеу. Қазақтың да киесі бар шығар. Қазақтың да қасиетті бар шығар. Екеуі ма не осы Қазақстанды бүлдіру үшін бүлік. Жапсын ауыздарын. Жап аузыңды екі шак. Отчеттарын дайындаңдар, Ақтөбе шақарып бастаған үкімет. Тоқаев, если мені қорғамаса, ертең көресің. Бүкіл Құдай түгіл ана дүниеде сені жақсы көрмейді. Мен өткен шақыр ана, мен өзіммен бірге отчет берсін онда жұрттың бәрі. Кешегі Динара Сәтжанның берген концертіне отчетін беру керек ол. Не үшін алды ол ақша? Мен алсам еңбегіме алдым, үй жалдадым. Ол не үшін алды? Кеше әр адамнан 25 мың, 150 мың теңгені адам не үшін алу керек? Сұрақ. Не қандай еңбегімен алу керек ол? Берсін жауабын, сосын мен де берем жауабын. Біреудің отчетін тексергенді көрсетейін олар. Отчет деген бар ғой, Құдайға шүкір, оған құртпай қойыңдар. Мен біреуді алдасам, бұлар мені баяғыдай алмайды. Мен ешқашан өздерің бердіңдер ғой талай. Жемқор болмағаным үшін өте осындай халге түсірдіңдер ма мені? Мен жемқор болмағаным үшін ба сонда? Жүр ғой қаптаған жемқорлар қастарында күшті болса. Айнұр Асқарқыздан бастап. Қараш бұлардың әділеттіліктерін. Көресің, мен құсап ана кісіні өлтірді, бұларда бейт жоқ. Бірақ Құдайдың алдына барасың. Бұл өмірге бізге орын жоқ шығар. Неде орын дайын тұр. Құдай қаласа бәріңді күтіп алам сояқтан. Бәріңді күтіп алам сояқтан. Көресіңдер ғой. Мен ештеңе қысылмаймын. Маған қысылма, менің байымда көтеріп қысып отырсын. Беретін бәрін беріп кеттің ғой, мен сол дүнияға жабыстым ба? Бірде-бір затты өз атыма жазып, даже алып берген адамдардың моласына да барып көрген жоқпын. Мен сендер баяғы құсап, бір есеппен берген жоқпын ғой. Шын ниетіммен орысша с любовым бердім ғой. Мен оны еңбектеніп таптым ғой. Осылай еңбектеніп таптым ғой мен оны. Олай ол бермейді ешкімге. Ол мен құсап еңбектеніп тауып жатқан жеңісі ғой. Мен өзімнің маңдай термен ештен қорқпай қойсын. Менің атымда еш нәрсе жоқ. Біреуіңіз тексерші үйінде алда. Кімде бар? Телефонда бар ма сондайлар? Мен удостоверениемді алып, иініммен теші біреу иініммен қарадым отырмын, қарасы онымен. Бірдеңе бар ма екен? Мен бейшараның атында қойып бар ма екен? Әйтеуір бір қара жер тауып беріңдер, ертең өлгенде жер өртеп жүрмеңдер. Мен маған өртегендерім керек емес. Бір әйтеуір өлгенде тыныш жататын жер тауып берсеңдер болады, маған басқа ештеңе керек емес. Қалған баяғыда мен бастатқанмын, қорықпай ақ қойыңдар. Ондай зат мені қызықтырмайды, босқа әуре болмай ақ қойды. Өзінше мені жаңа дүния қор деп, киелі зат деп қойды. Ол киелі заттың киесі ұрады сені бір күні, ұрады. Оны маған бір тиын ғана өзім де сатып аламын. Әкем Шапайдың заты емес қой, қырғыздың заты ғой. Оның үстіне жолы, несі мына қыздар көреді. Мен шаруам жоқ. Даже маңайына бармай, мен өзім айтам, сатып аламын барып. Босқа әуре болма, сен баян. Тарихты, әдебиетті ашта қарашаш. Бекет ата деген болған ба, жоқ па? Сен әбден орыс болып, бетіңмен кеткенсің, болды сол саған. Соның таяғын мен жеп тұрма, жей берем, ештеңе етпес.
беті жылтырағанның бәрі алтын емес. Күйеу үй алып берді деп өйтіп жұртты қырудың қажеті жоқ. Үйді алып берсе, ол кезінде ол ана түрмеде отырған кісінікі болған дейді, кеше бәрі айтып жатыр. Мен өсек термеймін просто қайта. Ол ана өсек теретіндер сайлап жатыр оны. Бірдеңе дейді, мен түсінбеймін не айтып жатқанда. Мен потому что дүнияға қызықпаймын. Мен ондай дүния қор адам болмасын, маған ол қызықтырған да жоқ. Кеше жұрттарға айтып жатыр. Үйткен, бүйткен, сөйткен дейді, менің шаруам жоқ. Бір дүниясын санап отыратын жағдайым жоқ мен. Мен тек қорғадым өзімнің ана тілімді, өзімнің дәстүрімді қорғадым. Басқа ештеңе керек емес маған. Қалғанын бердік қой сендер. Ала бер, мен саған дүнияңа бір ауыз әңгіме айтпай, мила, вообще мен ондай зат жек көретін адаммын. Дүния. Мысалы бізді, Баян екеумізді кейбір адамдар сынайды. Айтады, сендер орыс қолсыңдар, қазақша таза сөйлемейсіңдер. Бірақ біз енді мүмкін орыс тілінде оқыдық, орыс редакциясында жұмыс істедік. Бірақ қазіргі уақытта тырысып жатырмыз, қазақша сөйлеп жатырмыз. Бірақ Баян бір рет айтты ғой жақсы. Мен мүмкін қазақ тілінде жақсы сөйлемесем де, қаншама проекттерді Баян мысалы Қазақстанға жасады. Қаншама қазақ аруы, қаншама фильм, қаншама әншілер. Олардың бәрі қазақ тілінде ғой. Сол үшін біз бір-бірімізді сынамайық, бір-бірімізді қолдайық. Өйткені біз не так-то азбыз, да? И особенно әйел адамды қолдау керек деп ойлаймын. Мысалы